Сәлем қыздар. Мен бүгін сіздерге мына табанды қалай тоқу керектігін соны үйрететін боламын. Бұл арнайы Турцияда шығарылады. Осындай дайын табандар. Мына 37-38 размер. Мен бұны заказбен кезінде баяғыда осыдан 3 жыл бұрын Турциядан заказбен алдырғам. О кезде бұл Қазақстанда жоқ болатын. Интернет арқылы оқып, көріп, содан алдырған болдым. Ал қазір уже міне қазіргі уақытта барлық қолөнер дүкендерінде бұл сатылады. Өстіп екеуі бірге осылайынан жабысып тұрады бір-біріне. Мынандай кішкене қалдықтары болады, ол түгетпейді. Бұл қалдықтарды бітіп қағып алып тастауларыңызға болады. Мен негізінде сөйтіп алып тастаймын, мынаның бәрін бір-біріне тазалап. Арнайы міне қараңыздар, дайын тесіктер болады. Сол тесіктер арқылы тоқимыз. Қазір мен сіздерге қалай тоқу керектігін көрсететін боламын. Мына менде Alize Diva деген жіп. Мен осы жіпті жақсы көрем. Өйткені бұл не скатывается, түйіршікті өлмейді. Және де кішкене шолқы бар, жып-жылтыр тоқыған нәрсе, тоқыған табандарымның бәрі, тапочкаларымның бәрі әдемі болып көрінеді бұдан. Одан кейін және де узор өте жақсы түседі. Еще бұл созылмайды. Аяқта қалай айтсам екен, нық тұрады бұл. Өте әдемі көрінеді аяқта. Сондықтан да осы жіпті жақсы көрем. Қандай не болса да осы Alize Diva мен табандарды тоқимын. Всегда мен өзім негізінде кейбір қыздар міне жерден бастап жатады, өздеріңізді еріктеріңіз, кейбіреулері міне жерден бастап жатады. Ал мен негізгі табанды тоқығанды осы дәл ортадан тоқығанды ұнатамын. Маған осы жер ыңғайлы. Міне дәл ортасында өзі осылайынан 5 тесік келеді. Міне көрдіңіздер ме? 5-еуі келеді. Дайын болады. Міне 5-еуі түсіп тұрады оңай. Ылғи да мына 5 тесіктен біз 4-4-тен алам мен. Қалғаны 3-тен кетеді. Мен сіздерге осы табанды қалай тоқылатынын көрсетейін. Девочки, вот специально вот такие тапочки ранее, 3 года тому назад, я покупала в магазине специально заказывала из Турции. Сейчас уже 3 года прошло, везде в рукодельных магазинах вот такие специальные подошвы продаются. Я вам сейчас хочу показать, как связать макасы, тапочки, балетки домашние. Они стандартно идут. Вот у меня пряжа называется Alize Diva. Я люблю Alize Diva. Она мне нравится. Во-первых, она не скатывается, а во-вторых, узор очень хорошо лежится и хорошо смотрится, не растягивается. Некоторые девчонки любят отсюда брать, не любят, а нравится им. Некоторые вот отсюда берут, а я всегда вот отсюда начинаю. С этого места я начинаю вязать. Вот жерден тоқыған өзіме ыңғайлы. Мне удобно здесь начинать отсюда. Вот такие остатки бывают там, когда вы вот открываете, ничего страшного, можно его убрать. Но это не бракованно, это просто заводской, не заводской брак, а с завода вот так выпускают. А так очень качественный, трехслойный, видите, теплый, войлық вот здесь. Мына жердің барлығы киіз, 3 слойда тоқылған. А вот здесь пенка, вот где серая, вот это пенка. Она очень мягкая, нога не болит. Аяқты ауыртпайды, қатты да емес. Бисмилла.
Вот так беру, міне осылайынан алам, қыздар. Мынаны ортаңғы саусақпен, середина пальцем вот так держу, ортаңғы саусақпен осылайынан ұстаймын. И вот начинаю. Вот. Раз, два, три, четыре. Төртеу тоқыдым, қыздар. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Міне, әдемі болып шықты. Тағы да. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Бір, екі, үш, төрт, бес. Осы бесеуін төртеуден тоқимын. Раз, два, три, четыре, пять. Вот эти 5 дырок я сделаю по 4. Остальное по 3 идет. Здесь теперь 3 будет. Енді мына жерде 3 болады. Біреу, екеу, үшеу. Біреу, екеу, үшеу. Міне, қыздар, мына жердің бәрін 3-тен тоқып шықтым. Вот здесь, вот где отсюда начинаю, вот я же говорила, да, здесь 4. Вот здесь по 3 я связала. Теперь по 4 буду вязать. Вот, раз, два, три, 4, 5. Из этих 5 я буду вязать по 4. Мына тесіктерден енді мен 5 тесіктен 4-ден тоқып шығамын. Еще раз покажу, смотрите. Енді бір рет көрсетейін, қараңыздар. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Әмбе бұл жіп бар ғой, өте ыңғайлы жіп. Керемет жақсы жіп. Өзім ұнатамын осы жіпті. Про пряжу говорю, очень удобно вязать. Мне нравится Ализа Дива. 2, 3, 4. Есть разница, да? Ерекшеліктері бар, е? Вот здесь видно, что 4, здесь 3. Видите? Не тоқып болдым. Соңына келдім. До конца довязала. Теперь буду соединять. На басындағы жіппен бұны жабам былайынан. Все, соединила. Теперь бір жіпті былайынан көтеріп алам. Обратно разворачиваю. Теріс аударамын. Теріс аударамында. Мына жерде мне вот вам видно и петли есть. Вот. Беру. Міне келестен шығарам. Алдым рабочий нитті. Вытаскиваю со следующего. Обратно беру.
скользящий узор делаю, ой, скользящую эту делаю. Вот смотрите, нить. Вот она, рабочая нить, следующая. Вот она, видно. Вот. Когда будете вязать, она вам видно будет. Тоққан кезде қыздар сіздерге белгілі болады, көрініп тұрады. Не, скользящий нить делаю. Вот, смотрите, вот. Келестен шығарамын. Мне. Беру рабочую нить, со следующие с петли вытаскиваю. Еще раз покажу, чтобы вам. Вот они все видно здесь. Беру рабочую нить, со следующей петли вытаскиваю. Вот так до конца, до сюда, осы жерге дейін тоқып келеміз. Мне, қыздар, әдемі болды. Видите, какая красивая, аккуратная стала. Вот так я довязала до конца. Аяғына дейін тоқыдым. Теперь их соединяю. Вот изначально вот здесь у меня петля есть. Мне бастапқы петлям бар. Соны аламын да мына жерде. Все. Бір бос петля алып алам. Один подъем сделаю. Теперь разворачиваю обратно. Қайтадан өзіме айландырам. Айландырам, да, вот здесь полностью вот эту петлю мы не берем. Мы берем только стенку. Қабырғасын ғана аламыз. Міне тұр, қыздар, қабырғасы. Вот она, стенка. Сейчас, минутку. Вот она, стенка. Мне қабырғасы, қыздар. Берем, без накида вяжем. Угу. Вот она, стенка, без накида. Мне, қыздар, қабырғасынан аламыз, без накида тоқимыз. Вот петля, полная петля стоит, но мы берем со стенки. Толық мне петля тұрып, бірақ біз мына қабырғасынан аламыз. Угу. Не. Өстіп, аяғына дейін тоқимыз. Вот так свяжем и вяжем до конца. Довязала до конца. Соңына дейін тоқып келе жатырмын. Мне еще раз хочу показать, кому непонятно. Кімге түсініксіз, соған енді берді көрсетейін тұрмын. Вот здесь стенка есть. Вот она, стенка. Все, соединяем. Берем и соединяем. Наша подошва готова. Біздің табанымыз дайын. Теперь в дальнейшем все. Подошва готова. В дальнейшем можете любое пряжу взять. Не любое, а вернее хотела сказать любой цвет. И вязать дальше, довязать. А остальное у меня на моем видео, на моем YouTube канале, дальше там видно все видео есть, как надо вязать тапки. Я вам все балетки показала, и макосы показала, мокасины показала, как надо вязать. Арғарата менің YouTube каналымда көптеген видеолар тұр мына каналда. Енді содан көріп, өздеріңіз тоқи берулеріңізге болады. На этом спасибо, девочки. Я свое видео заканчиваю. Спасибо, что вы со мной были. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Қыздар, осымен мен өзімнің видеомды аяқтаймын. Лайк басып, подписаться етіп, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Рахмет сіздерге, сау болыңыздар. Спасибо, до свидания.